Hey, салям достар, сен бірге мен Нұрлан Қалам. Бүгін біз достар Казвойс арнасын көретін боламыз. Казвойс жаңадан видео шығарыпты, Godzilla против Конга деген. Давайте соны көрейік. Мен көрген жоқпын әлі, қызықты болады деген ойдамын. Видео қысқа енді, бірақ сонда да лайк басып кетеміз, арна жазыламыз, ал біз видеомызға кеттік. Ал давайте достар, онда видеомызды бастайық. Видеоны бастамастан бұрын сіздерге айтарым, Godzilla против Конга фильмін мен әлі көрген жоқпын. Иә, достар, бұл фильм осы жақында шыққан болатын, бірақ мен әлі қараған жоқпын. Сіздер көрген болсаңыздар, комментарий жазып кетіңдер, қалай сіздерге фильм ұнады ма, ұнаған жоқ па. Ал давайте достар, онда біз Казвойстың кино шолуын көрейік, не алды екен ол осы фильм туралы. Godzilla против Конга, яғни Godzilla Конгқа қарсы. Бұл франшиза жалпы қалай басталды? Сонау 2014 жылы ең алғаш Godzilla құбыжығының бір аттас фильмінің тұсаукесерінде болып жатқан құбылысты барынша шынайы етеміз деп, бүкіл 2 сағаттық фильмде Godzilla ұялып, шаңның арасында тығылып, өзін тек 5-10 минутқа ғана тамашалатып, барша көрермендердің, фанаттардың шөлін жөнді қандырмаған еді. Иә, шөлін қандырған жоқ ешкімнің. Өйткені осындай фильмдердің бір жаманы, фильм 2 сағат болады, бірақ 5-10 минутында ғана көрсетеді Godzillаны олардың басқа құбыжықтармен шайқасқанын. Меніңше ол дұрыс емес сияқты. Адамдар бұл фильмдерде Godzillаны көруге келеді, немесе Кинг-Конгты көруге келеді. И оларға сол құбыжықтарда тек қана 5-10 минутта көрсетеді, қалған 2 сағат бойы тек адамдарды көрсетеді. Оны не қызығы бар, әші түсіндірген жоқ. Мұндай фильмдерде ешкім сюжет үшін келмейді. Мұндай фильмдерге адамдар просто тек төбелесті көру үшін келеді, және құбыжықты көру үшін. Сол себепті соланы көрсеткен дұрыс деп ойлаймын мұндай фильмдерде. А сіздер қалай ойлайсыздар? Кейінірек Warner Brothers компаниясы Monsterverse авторлығын толығымен алғаннан соң 2017 жылы Конг бас сүйектер аралы фильмімен құбыжықтар әлемін бір шама кеңейтіп жібергенін білеміз. Фильмнің соңында титрлардан соң Godzilla мен Конгтың бір фильмге қосылатын кроссоверіне тікелей хаттама қалдырған. Бұл даже уже отдельно былай вселенная болып кетті, как Marvel сияқты, как Мстителялар болады, андай бір-бірін кейіпкерлер болады, бір-бірімен шайқасатын. Дәл солай сияқты бұда тоже бір андай бөлек вселенная деп айтсақ болады, бірақ құбыжықтардың вселенная. Мұнда типа Godzilla болады, Кинг-Конг болады, тағы да басқа монстрлар болады. Қызық жалпы негізі болатын. Бірақ мен фанат емеспін мұндай фильмдердің, бірақ сонда да қарауға қарсы емеспін. Және көп ұзамай 2019 жылы Godzilla құбыжықтар патшасы атты сиквелмен бізді таңғалдырады. Бірақ сол таңғалудың орнына тағы да шаң мен түтінге көзіміз тойып, бірден біз білмеген құбыжықтарды экранның бетіне сыйғызып жібереді. Осы бөлімінде Мотра, Гидора және басқа да сұмдық алып құбыжықтарды көзіміз тани бастайды. Ал бұлардың шайқасы қалай болды десеңдер, камера шайқала береді, жаңбыр жауа береді. Ешқашан тұнбай, тағы да құбыжықтардың түрін жөнді көре алмаймыз. Енді міне аулада 2021 жыл. Аттары аңызға айналған қызыл бұрыштан Godzilla және көк бұрыштан Конгтың жекпе-жегін тамашалайтын уақыт келіп жетті. Мен Конгқа байлеттім. Негізі бұл кроссовер 2020 жыл шығу керек екен. Мен бірақ 100% уверенмін, екеуі қырылған кезде, екеуі бір-бірімен шайқасқан кезде ешкім ұтқан жоқ, я уверен. Соңында екеуі дос болып кеткен бар просто. Белгілі бір себептердің кесірінен бұл фильм 1 жыл кейін шегерілді. Екі құбыжық та екпелерін салғызып аман-есен қатарға қосылды. Жалпы фильмнің өзіне шолу жасайтын болсақ, бұл жолы екі құбыжықты шаңға жасырмай жүздерін жарық қылып, фильмнің түстік гаммасының анықтығымен біраз жұмыс істегендері көрініп тұр. Әрбір соққы көз тойдырарлық, былай айтқанда экшн сценалар әдеттегідей жоғары дәрежеде екенін байқауға болады. Конгтың әлемі түрлі түсті бояулармен, флора фаунасымен мақтаналады. Ал робот сүйетін көрермендер үшін Меха Godzilla құбыжығы шайқастың сәнін беріп, екі құбыжықты біраз ыңғайсыз жағдайда қалдырады. Алайда, неге Меха Godzilla Конгпен төбелесіп жатқан кезде Godzilla сәулесін балтаға шашқанша, құбыжықтың өзіне шашпай ма? Неге құбыжықтар туралы фильмде сиреноголовый жоқ? Неге Тревор Хендерсонмен ақылдасып жүрмейді дейтіндей кинокомиссия стиліндегі сұрақтар да баршылық. Айтпақшы, осы кино күтемін. Осы фильмге осы қателіктер жасау керек еді кімге? Жасады ма ше? Жасаған жоқ қой әлі. Жасаған жоқ деп ойлаймын. Жасасақ жазып кетіңдер комментария, көреміз. Кинокомиссия күтсеңдер, күтетіндеріңді білдіріп кетіңдер. Фильмнің негізгі проблемасы бұл сюжеті. Мысалға Бэтмен против Супермена фильмін барлықтарын көрген шығарсыңдар. Ол жерде де екі оң персонаж болады. Екеуін жанжалдастырып шағыстырушы арада от жаққыш зұлым болады. Және оң кейіпкерлердің арасында түсініспеншілік пайда болған сәтте, оларды құртатын қосымша құбыжық туындап, фильмге тағы да экшн порциясын беретін жағдай бәрімізге таныс. Тура сол дайын үлгін алғанда Godzilla против Конга фильміне қоя салған. Сценарий дайын. Қорытындылай кетсек, киноға берер бағам 10 балданың жетеуі. Фильм маған ұнады. Міндетті түрде кинотеатрдан көруге кеңес беремін. Казвойсқа ұнады. Достар, қараймыз сонда. Әйтпесе телефоннан немесе планшеттен көрсеңдер, әрбір соққы шәңк-шәңк етіп естілгеннен құлақтың құрышы қанбайды. Ал сіздер қай құбыжықты қаншалықты даусынан тани аласыздар? Тексерейік.
кино Годзилла ма? Или жоқ? Білмеймін, дауыстарын ажырата алмаймын. Кім біледі, жазып кетті комментарияға. Бұл Конг. Бұл Конг болу керек, Конг болу керек бұл. Но Годзилла ма? Жауабын біліп тұрсаңыздар, пікір ретінде жазып кетсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басамыз, арнаға жазыламыз, қоңыраушаны басамыз, осы формат ұнаса пікір қалдырамыз. Сіздермен болған Казвойс арнасы, көріскенше. Ал достар, мен айта аламын бұл киношолу туралы. Киношолу жалпы қызық формат енді, бірақ мен ойымша киношолуды жасайтындар өте көп, бірақ қателіктер жасайтындар өте аз. Сол себепті мен ойымша Казвойсқа көбінесе кино қателіктер, кино комиссиялар жасаған үйлеседі деп ойлаймын. Бірақ сонда да мындай форматтарда мен ойымша жақсы сияқты, өйткені каналдың видео жиі шығып тұруына көмектеседі мындай форматтар. Сол себепті ол жақсы. И бір жағынан мен ойымша жақсы сияқты, мындай формат тоже болған жақсы, бірақ кинокомиссия, кино банағы сол қателіктерді тастамау керек деп ойлаймын. Өйткені сол ең қызықтысы сол сияқты мен ойымша. Өйткені осындай фильмдерде қырғын қателіктер табуға болады көптеген. Сол себепті мен ойымша алдағы уақытта кино қателіктер шығады деп ойлаймын осы фильмнен, Казвойстың арнасында. Күтеміз, достар. В общем, оригинал ссылкасы описанияда, қарап кетсеңіздер болады, лайк басып қолдап кетіңдер Казвойс арнасына. Ал мен болсам осымен аяқтаймын. Сіздермен бірге нұрлан қалам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.